Ассалаумағалейкум достар. Сіздермен бірге адвокат Тайыр Насханов. Бүгін біз өте өзекті тақырып туралы сөйлесеміз. Қазақстандағы білім беру несиелері және оларды ресімдеудің құқықтық негіздер. Бұл тақырып әсіресе колледжге немесе университетке түскелі жүрген талапкерлер үшін, баласын оқытқысы келетін ата-аналар үшін, сондай-ақ жоғарғы оқу орындарының қызметкерлері мен заңгерлер үшін пайдалы болады. Себебі қазіргі заманда жоғары білім көбіне ақылы түрде беріледі. Ал мұндай білімге әркімнің бірден қол жеткізуге мүмкіндік жоқ. Сондықтан көптеген отбасылар үшін жалғыз шешім білім беру несиесі. Бұл жақсы мүмкіндік, бірақ оның артында құқықтық жауапкершілік те бар. Сондықтан мұны тереңірек түсіну қажет. Сонымен білім беру несиесі деген не? Бұл банк немесе мемлекет тарапынан азаматқа оқу ақысын төлеу үшін берілетін қаржы. Бұл ақшаны алушы кейін белгілі бір кестемен, пайызбен немесе пайызсыз түрде қайтаруға міндеттеледі. Мұндай несие арқылы колледж, университет, магистратура, тіпті кейде шетелдегі білім беру бағдарламаларын қаржыландыруға болады. Несие шарттары әртүрлі болуы мүмкін, және осы тұста бізге заң не дейді, соған көшейік. Қазақстанда білім беру несиелері бірнеше заңнамалық акті арқылы реттеледі. Біріншіден, бұл азаматтық кодекс. Ол қарыз қатынастары мен несие шарттарының жалпы ережелерін белгілейді. Екіншіден, білім туралы заңы. Білім беру жүйесінде мемлекеттік қолдау қалай жұмыс істейтін туралы нормалар береді. Үшіншіден, бұл үкімет қаулары мен қаржы орталығының ішкі ережелері. Егер сөз мемлекеттік жеңілдікпен берілетін несиелер туралы болса, онда олар көбіне де дәл осы қаржы орталығы арқылы іске асады. Сонымен қатар, әр банктің өз ішкі несие саясаты мен талаптары болады. Қазір Қазақстанда білім беру несиесінің екі негізгі түрі бар. Бірінші, коммерциялық, яғни банктік несиелер. Бұл несиелерді Халық банк, Жусан, Банк Центркредит сияқты екінші деңгейлі банктер ұсынады. Мұнда пайыздық мөлшерлеме орта есеппен 8-ден 14%-ға дейін болады. Кейбір банктер оқу барысында төлемді талап етпейді, яғни сіз диплом алғанша ештеңе төлемейсіз, ал кейбір банктер төлемді бірден бастайды. Екінші түрі мемлекеттік білім беру несиесі. Бұл қаржы орталығы арқылы жүзеге асырылады. Мұнда пайыздық мөлшерлеме мүлде жоқ немесе өте төмен, 0-ден 2%-ға дейін аралығында болуы мүмкін. Мұндай несиені көбіне әлеуметтік осал топқа жататын азаматтар ала алады. Сонымен қатар, бұл несиелерді қайтару мерзімі оқу біткен соң 10 жылға дейін созылуы мүмкін. Мұндай несиеге келісім бермес бұрын әр адам қандай шарттарға қол қойып жатқанын нақты түсіну қажет. Өкінішке қарай, көптеген адамдар келісім шартты толық оқымай, тек қол қойып жібереді. Ал ол құжатта не жазылғанын білмей қалуы болашақта үлкен мәселеге айналуы мүмкін. Ең алдымен, келісім шартта несие сомасы, жылдық пайыздық мөлшерлеме, төлемін басталу уақыты, ай сайынғы төлем мөлшері, мерзімін кешіктірсе не болатыны бәрі нақты жазылу керек. Кепілгер мәселесінде де мұқият қарау керек. Көптеген банктер білім беру несиесін тек кепілгермен бірге ғана береді. Кепілгер көбіне ата-ана немесе туыс адам болады. Егер студент төлемей қалса, банк бұл соманы кепілгерден өндіре алады. Демек, сіздің қарызыңыз үшін басқа адам заң алдында жауап береді.
Сондай ақ көптеген банктер оқу кезінде төлемнен басталады немесе босатылады. Бірақ бұл міндетті емес. Кейбір жағдайларда студентке алғашқы жарна немесе алғашқы айларда төлем жасау шарты қойылады. Бұл шарттар әр банкте әртүрлі. Сондықтан осы тармақтарға ерекше назар аудару керек. Қандай құжаттар қажет деген сұрақ жиі қойылады. Әдетте келесі құжаттар сұралады: жеке куәлік, университеттен немесе колледжден шақырту хаты немесе келісімшарт, табыс туралы анықтама, егер студенттің өзінде табыс жоқ болса, ата-ананың кепілгердің өтініш және банк талап еткен қосымша құжаттар. Заңгер ретінде менің кеңесім: ешқашан бос бланкке қол қоймаңыз. Барлық баптар мен шарттар жазылып, түсінікті болғанда ғана қол қою керек. Егер шартта түсініксіз сөздер, белгісіз сілтемелер болса, міндетті түрде заңгерден немесе банк кеңесшісінен нақтылап сұраңыз. Сондай-ақ шартта оқу кезінде төлем жасалмайды деген бап нақты көрсетілгеніне көз жеткізіңіз. Себебі бұл ең жиі даулы мәселе. Көп адам оқу барысында төлем болмайды деп ойлайды, бірақ шартта басқаша жазылған. Соның салдарынан пайыз, айыппұл, берешек жиналып кетеді. Бір нақты мысал: студент Аида шетелдік университетке магистратураға қабылданды. Оқу ақысы қымбат болғандықтан ол несие рәсімдеді. Бірақ келісімшартта оқу кезінде төлем жасау қажет екені көрсетілген. Аида бұл шартты елемей, алғашқы жарнаны төлемей қойды. Сонда банк оған айыппұл есептен ата-анасынан да талап ете бастады. Егер Аида бұл тармақты басында түсінгенде, мұндай қиындық болмас еді. Құрметті достар, білім беру несиесі бұл үлкен мүмкіндік. Ол сізге армандаған университетке түсуге, сапалы білім алуға көмектеседі. Бірақ бұл қаржы тек мүмкіндік емес, сонымен қатар құқықтық міндеттеме. Сондықтан оған аса жауапкершілікпен қарау керек. Ақпарат жинаңыз, салыстырыңыз, заңгермен кеңесіңіз, шарттың әр тармағын түсініп барып шешім қабылдаңыз. Ештеңеге қол қоймас бұрын өзіңізге мына сұрақты қойыңыз: мен бұл несиені оқу бітіргеннен соң уақытылы қайтарып, толық жауапкершілік ала аламын ба? Егер жауабыңыз иә болса, онда бұл мүмкіндік сіз үшін тиімді болмақ. Рахмет. Сізбен бірге адвокат Таир Насханов болды. Егер осы тақырып бойынша сұрақтарыңыз болса, пікірде жазыңыз. Келесі кездескенше.